Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге мынандай хадиси құдсиді сыйлап отыр. Міне соған назар аударайық. Абу Хурайрадан жеткен риуаятта Аллах тағаланың елшісі айтады. Аллах тағала былай деп айтты дейді. Күллу амали ибни адама лаху. Адам баласының күллі жасап жүрген амалы өзіне арналады дейді. Өз үшін дейді ол. Илля саума, тек қана оразаны айтпағанда дейді. Фаиннаху ли, расымен де ораза мен үшін дейді. Қараңыздар. Өйткені былай қарасаңыз күллі амалды адам кім үшін жасайды негізі? Адам өз үшін жасайды ғой. Өзінің ақырет үшін жасайды. Алланың қасындағы үлкен сауапқа елену үшін. Және ол амалдардың күллісін Алла тағаланың разылығын іздеп жасайды ғой. Алайда Аллах тағала бұл жерде оразаны ерекшелеп тұрып бүкіл амалдардан, намазыңнан да, қажылығыңнан да,